Армысыздар, құрметті еңбекші Арал ауылының тұрғындары, Жамбыл ауданының азаматтары. Мына бүгін бір үлкен саяси, рухани мәні бар шарада өздеріңізбен бас қосып отырмыз. Кеше ғана бүкіл Қазақстан халқы 7 мамыр отан қорғаушылар күнін тойлады. Ертең жеңістің, ұлы жеңістің 81 жылдығында көргелі отырмыз. Соның алдында міне президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың былтырғы жылы 80 жылдықта осы ұлы жеңістің 80 жылдығына орай әрбір осы қазақстандықтың ұлы отан соғысында 1.200.000 азамат қатысатын болса, соның тең жартысы сол майдан даласында қалып, хабар ошарсыз кеткені, әлі күнге дейін сол кісілердің ұрпақтары, аталарын іздеп, сол кісілерге құрмет көрсету дәстүрге айлану керек екендігі жөнінде ерекше атап өтіп, былтырғы жылы республика бойынша осы 180 ұлы отан соғысына қатысып, хабар ошарсыз кеткен азаматтардың есімін ұлықтау мақсатында үлкен жұмыстар жүрді. Сол жұмыстардың бірі Алматы облысында осы соғыс жылдарында хабар ошарсыз кеткен сол кісілердің есімін ұлықтау мақсатында Алматы облысының ономастикасы мен маслихат арқылы өткен 86 адамы, жаңағы айтып отырғанның 50%-на жуықты азамат осы Алматы облысының азаматтарына жаңадан осы ұрпақтары мәңгі есте қалу үшін көшелер берілу, тақтайшылар қойылу мәселесі үлкен дәрежеде аталып өтіп жатыр. Бүгінгі осы матқалық ағамыздың, атамыздың ерлігі ерекше екендігі, жаңағы осы ұрпақтарының бар екені, соның іздеушісі бар екендігі ретінде үлкен жұмыстар жасалғандығы осы соңғы Алатау арайы облыстық газетте керемет жазылды. Өздеріңіз оқыған да шығарсыздар. Ол кісінің осы жерден жаңағы 1939 жылы мұғалім әрі сол директор мектептің болып жүріп, отан қорғауға, жаңағы отан алдындағы борышын өтеуге әскер қатарына шақырылып, Брест қамалында алғашқы үлкен жойқын соғыста сол үлкен ерлік көрсетіп, хабар ошарсыз кеткендігінің куәгері, соны оқып біліп отырмыз. Тек қана бұл кісілердің әулетінде сол кезде ерте тағда мақтана айтуға болатын бір мәселе, мен сол жерде өзім оқып зерделеген кезде осы Дәурен Баевтардың әулетіндегі жаңағы ең алғашқы осы біздің қазіргі Агу дейміз, Каспийдегі түлектердің бірі болуы, ол жердегі ағайындылардың бәрі оқуға ынталы болғандығын, ағартушылық қызметпен айланысу мақсатында үлкен ерекше еңбек етіп, сол ең алғашқы түлектердің бірі болғандығы. Сондықтан да қадірменді ауыл тұрғындары, ағайын, сіздерді бүгінгі ерекше күндеріңізбен Алматы облысының әкімі Марат Елеусұлының атынан, өзімнің атымнан шын жүректен құттықтаймын. Әрқашанда біз өзіміздің азаматтарымызды, аталарымызды, еңбектерін ұмытпай ұлықтау бұл біздің парызымыз. Сол парызды дұрыстап атқару әр азаматтың жеке өзінің ар-ожданы деп есептеймін. Сондықтан мерекелеріңіз құтты болсын. Жеңістің 81 жылдығы әрі осы көше тек қана болашақтағы біздің ұрпақтарымызға патриоттық тәрбие беру мақсатында, ұлықтау мақсатында үлгі ретінде
бола берсін деп есептеймін. Тағы да қуаныштарыңызға ортақпын.